Мынау біздің 24 маршруттың автобусы. Мен шопыры өзім жүргіземін, өзім қараймын, өзім жуамын, тазалаймын. Жаңа кісілер келді, центрдан, орталықтан отырды. Баласымен, бала-шағамен кісілер отырады ғой енді біздің автобусға. Жуып шайып қараймыз. Таза жүрсін, кісілерге тиянақты болсын деген айтқам, кіріп келатқанда кісілерге. Шешесі баласымен кіріп келетті. Енді ескерткем. Істеп жатқан тірлігін мынаны қараңыз. Мороженое болған баласының қолбасын сүрткенде, ананың жеген жартысын ағызып кетті. Кірген кісілер маған ренжіп жатыр. Не деген? Мен айттым, өздеріңіз сияқты кісілер кірген. Біздің осындай қоғамда осындай кісілер бар, адамдар. Неге пластилин жабыстырып кеткен мен жаңа баласына міне. Сағыз ба, пластилин бірдеңке жабыстырып кетті. Осындай біздің Талдықорғанда көп, жаңыз мен автобусымда емес, мен автобусмен мына осы автобусға мініп жүрген кісілер біледі өздері. Автобус жуып чайып таза ұстаймыз. Анда-санда көреміз Инстаграмнан. Автобустың іші нашар, лас, бутылка, бумага, влажный салфетка дейді. Оны водитель өзі тастамайды. Водитель сіздердің аман есен жеткендеріңізді тілеп, өз тілеуін тілеп, сол аялдамаға дейін сіздерді апарып тастауға ниеттеніп отырады. Ол каждый шопырдың міндеті, сіздер айтпақшы, міндеттеріңіз бізді жеткізу дейсіздер ғой. Бұлар тазалыққа келгенде осындай заттарды 100%-тің 70% нашар. Үлкенге құрмет жоқ, кішіде тәрбие жоқ. Қатты айтсам ренжімеңіздер. Енді бұл зат болмайды, мен компьютер жатыр. Мына шоколад, аяқпен таптап кірген кісілер. Мынаны мен енді әдейілеп өзім жасаған жоқпын. Жасап кеткен кісілер бар. Мен өзім жуып шайып тазалаймыз. Бізге беріледі перерыв. Таңертеңгі уақытта, түстен кейінгі уақытта. Жаңа завтрагымыз 10-нан 11-ге дейін, обедіміз 3-тен 4-ге дейін деген сияқты. 45 минут беріледі. Сол 45 минуттың ішінде мен 15 минут тамақ ішіп үлгеремін де, қалған уақытымды осы автобусға берем. Кісілер риза, халық тасып жүрміз ғой, адам тасып жүрміз деп. Тазалық бар жерде береке бар дейді ғой. Сол тазалықпен қанша күрессем де, қанша ескертіп кіріп келатқан кісілерге айтсам да, осындай жаңағындай тірліктерін істеп кетіп жатады. Соны біліп, ескеріп, кішкене қоғамдық көлік болғаннан кейін өздеріңіз жүресіздер ғой. Ат қора емес, мал қора емес, шошқа қора емес. Енді мынандай тірлікті енді адамға қалай жасап кетеді, мен түсінбеймін соған. Көңілім толмайды.